өз сыныбымен 2022-23 оқу жылында оқуға құштар мектеп жобасының аясында оқу фест жобасымен жұмыс атқарудамыз. Бұл жоба облыстық тақылым бір күндік акциясы бойынша мен және менің сыныбым, оның ішінде мен де оқимын, сен де оқы тақырыбына сай келді. Менің сыныбым тек қана мектеп қабырғасында білім алумен ғана шектеліп қалмай, бос уақыттарын тиімді пайдаланады. Айта кетсек, мектептің әртүрлі іс-шараларына, мектеп кітапханасына және облыстық Сейфуллин кітапханасына экскурсия және әртүрлі кештерге қатысады. Өткенін білген халық болашаққа баянды қадамдар жасайды демекші. Мен де оқимын, сен де оқы деген ұранмен біз сыныбымызбен тарих қойнауына сүңгіп, еліміздің жүріп өткен жолына бір шолу жасауға бел байладық. Сондықтан да ұлтымыздың ұлы қаламгерінің бірі Ильяс Есенберлин атамыздың көшпенділер трилогиясын толықтай оқып шықтық. Кері байланыс ретінде Қонаев қаласында орналасқан көшпенділер қалашығына экскурсияға бардық. Осы кітаптың желісімен түсірілген көшпенділер фильмінің іргетасы қаланған қалашыққа да сыныбымызбен сапар шектік. Бұл сапар ең алдымен біздің достық қарым-қатынасымызды ұлғайтып, көңілімізді бір көтеріп қойғаны рас. Тарихи аралау барысында ерекше әсерге бөленіп, өзгеше сезім өне бойымызды шырмап алды. Өз заманының ардақ тұлғасы болған жазушыны жалпақ әлемге, қазақ халқының тарихын паш еткен туындысынан алар дүниеміз көп болды. Сондықтан барлықтарыңызды кітап оқуға шақырамыз. Мен де оқимын, сен де оқы! Біз өзіміздің өткенімізді бағалай отырып, болашаққа қарымды қадамдар басатын Қоғам сыныппыз!